Қолыма кісен салынды. Қызылорда облысында мінез құлқында ауытқуы бар 25 жастағы жігітті әскерге күштеп алып кеткен. Қазалы ауданына қарасты Басығар ауылдық округында Тұрар Матығұл есімді жігіт тура жаңа жыл алдында ғайып болған. Іздеу салған ауылдастары оны әскери комиссарияттан бірақ тауыпты. Есі дұрыс емес баланың отанды қалай қорғап жүргенін біздің тілшіміз анықтап келді. Қасында бір баланы алып, ана қасына еріп барындар, якынбеттің қасында балдар. Яғына қашып кетуі мүмкін деп. Сен айтамын. Қолыма кісен салып, кәдімгі полициядан не салып. Кісен салып алды. Үзіме ертіп, кәдімгі ит құсап кәдімгі. Бұл бейне жазбаны Тұрар Матығұлдың достары облыс орталығындағы әскери комиссариатта түсіріпті. 30 желтоқсан күні ауыл әкімінен әскерге шақырту парағын алған ол аудан орталығына келеді. Ал ондағы медициналық комиссия Тұрарды әскерге жарамды деп облысқа жіберіпті. Мұнымен ер жігіттің ауылдастары келіспейді. Себебі оның денсаулығында ауытқу бар дейді. Науқастау еді бұл бала. 10 күн сәлем берсе, 10 күн сәлем бермей кетіп қалады. Өзімен өзі жүреді. Бұны қалай алып кеткен, малы бар, несі бар. Мына жерде бір 3 сиыры бар, 3 бас жылқысы бар. Оған жаңағы ұстаппен енді басқаны тәртіп шығарып көреді ғой. Ол шыдамайды ол бала. Я асылы көреді, я атылы көреді, я қашып кетеді. Тұрар Матығұлдың үйі болса бүгінде қаңырап бос тұр. Ауыл әкімі ауылдасына әскерге шақырту бергеніне өкініп отырған секілді. Себебі шенді ауытқуы бар жігітті әскерилер алып кетпейді деп ойлапты. Ал Тұрардың әкімдер мені балағаттады деген сөзіне ауыл басшысы келіспейді. Өзінде кішкентай шамалы ауытқуы бар енді былай. Нервнилығы, сондай жаңа бір тез бір қызбалығы, районы соның бәрін біз бөліп, енді арман қарай медициналық комиссиядан біз өте алмайды шығар деген оймен 30 күні осы жерге өз еркімен кеткен. Айта кетейік, Тұрар Матығұл тұл жетім. 20 жасында әкесі көлікпен апатқа ұшырап мерт болса, 2 жылдан соң анасы ауыр науқастан қайтыс болыпты. Достары мінез құлқында ауытқуы бар адам қалай болашақта отан алдында борышын өтейтіне түсіне алмай отыр. Бала кезде ойнаған кезде мені балтамен ұзақ жолға қуған. Содан мен оның шамалы психикалық шамалы ауытқуы бар екен, сол кезде байқағам, одан кейін оған қарап сөйлемейтін болдым. Жай жылы сөйлейтін болдым. Мәселен, мән-жайын білмек болып, Қазалы ауданының қорғаныс істер жөніндегі бөліміне барған едік. Ондағылар бізге ресми сұхбат беруден бас тартты. Айта кетейік, Тұрар Матығұл бүгінде Қызылорда қаласындағы 55-47 әскери бөлімшесіне жіберіліпті. Жанғали Ысқақ, Еуразия бірінші арнасы, Қызылорда облысынан.